Болдымыздар. Дәрігердің осы бір ауыз сөзін естігенде, Гүлзат көз жасын тоқтата алмады. 10 жыл. Тұп-тура 10 жыл бойы естігісі келген сөз осы еді. Палатаның сыртында тұрған Жұмабек те басын қабырғаға сүйеп, үнсіз жылады. Бұл қуаныштың артында қанша көз жасы, қанша үміттің үзілгені, қанша ұйқысыз тін жатқанын екеуінен басқа ешкім білмейтін. Бұл оқиға біздің өңірде болған деседі. Гүлзат пен Жұмабек бірін-бірі студент кезінен сүйіп, ешкімнің қарсылығына қарамай шамырақ көтерген еді. Екеуі үйленгенде ауылдың үлкендері бұлардың махаббаты берік болады, бір-біріне қатты жарасқан жұп екен деп ақ батасын берген. Алғашқы жылдары өмірлері жаман болған жоқ. Жұмабек еңбекқор жігіт еді. Қолы босаса үйдің тірлігіне көмектесетін. Гүлзат аудан орталығындағы мекемеде жұмыс істейтін. Екеуі болашақтарын армандап, балаларының атын да алдын ала ойлап қойған. Бірақ 1 жыл өтті, артынша 2 жыл. 3-ші жылда өте шықты. Ал олардың шаңырағында сәби күлкісі естілмеді. Басында екеуі бәрі Алланың қалауымен болады, әлі жастыз ғой деп өздерін жұбататын. Бірақ уақыт өткен сайын ауылдың сөзі көбейді. Қашан сүйінші сұраймыз? Емге қаралдыңдар ма? Келінің денсаулығы дұрыс па екен? Осындай сұрақтар Гүлзаттың жүрегіне күн сайын ине болып қадалатын. Ол ешкімге білдірмейтін. Күлімдеп жауап береді де, үйге келген соң жастығына бетін басып, үнсіз жылайтын. Жұмабек алғашында әйелін жұбататын. Ештеңе етпейді, біз бәрін бірге еңсереміз. Ол кезде екеуі алда бұдан да ауыр сынақтар күтіп тұрғанын білмеген еді. Бір күні кешке Жұмабектің әкесі тағы да мас күйінде үйге келді. Бұл оның күнделікті әдетіне айналған болатын. Сол түні шаңырақтағы тыныштық тағы бұзылды. Жұмабек үйдің жалғыз тұяғы еді. Одан кейін туған інісі 3 жасқа толмай жатып, ауыр дерттен шетінеп кеткен. Сол қайғыдан кейін Жұмабектің анасы басқа бала көтермеді. Ал әкесі болса, сол күннен бастап ішімдікке үйір болып кетті. Басында қайғыны ұмытамын деп ішкен адам, кейін арақтың құлына айналды. Үйде ұрыс-керіс көбейді. Анасы жылап жүреді. Жұмабек әкесінің мінезінен ерте есейді. Мен өскенде анамды жылатпаймын, үйім басқа болады деп өзіне уәде берген еді. Сондықтан Гүлзатқа үйленгенде ол ерекше бақытты болды. Өйткені Гүлзат сабырлы, тәрбиелі, ешкімге дауыс көтермейтін қыз болатын. Енесі де алғашында келінін жақсы көрді. Осы үйдің берекесі боласың қызым деп маңдайынан сүйетін. Бірақ жылдар өте бастады. Үйленгендеріне 4 жыл болғанда да сәби сүйе алмады. Сол кезден бастап бәрі өзгере бастады. Жұмабектің әкесі мас кезінде. Мен немере иіскемей кететін шығарым деп айтып қалатын. Гүлзат мұндай сөздерді естісе де үндемейтін. Тек ас үйге кіріп, ешкімге көрсетпей, көз жасын сүртіп алатын. Бір күні дәрігерлердің кеңесімен екеуі толық тексеруден өтті. Барлық сараптамадан кейін дәрігер: табиғи жолмен сәби сүю қиын болуы мүмкін. Бірақ үміт үзбеңіздер, эко жасауға болады деді. Бұл сөзді естігенде Гүлзаттың бойында қайтадан үміт оянды. Ал Жұмабек әйелінің қолын қысып: қанша уақыт кетсе де бірге өтеміз. Сен жалғыз емессің деді. Гүлзат сол күні үйге күрімдеп қайтты. Ол бәрі жақсы болады деп сенді. Бірақ алдарында өздерін қаншама ауыр күндер күтіп тұрғанын екеуі де әлі білмеген еді. Гүлзат пен Жұмабек эко жасауға бел буды. Олар бұрын соңды мұндай емнен өтпеген еді. Дәрігерлер бірнеше тексеру жасап, ұзақ ем қабылдау керектігін айтты. Күн сайын дәрі, ине, талдау. Гүлзат бәріне шыдады. Өйткені оның жалғыз арманы ана атану болатын. Ал Жұмабек болса, жұмыстан кеш келсе де, әйелін емханаға өзі апарып, өзі алып қайтатын. Сәл ғана шыдашы, бәрі жақсы болады деп үнемі демеу беретін. Бірнеше айдан кейін дәрігер: құттықтаймын, эко сәтті өтті, енді күтеміз деді. Сол күні екеуі үйге ерекше қуанып қайтты. Гүлзат әр күні өзін сақтап жүрді. Ауыр зат көтермеді. Көп демалды. Күнде дұға жасап: «Я Алла, осы жолы сәбиімді аман сақтай көр» деп тілейтін. 2 аптадан кейін қайта тексерілуге барды. Дәрігердің жүзінен қуаныш байқалмады. Құжаттарды қайта-қайта қарап шықты. Сосын баяу ғана: «Өкінішке қарай, эмбрион жатырда даммай қалды» деді. Гүлзат ештеңе естімегендей үнсіз отырды. Бір сәттен кейін ғана көзіне жас келді. Жұмабек әйелінің қолынан ұстап: «Жыламашы, бұл біздің соңғы үмітіміз емес» деді. Бірақ үйге қайтқаннан кейін
Гүлзат бірнеше күн бөлмесінен шықпады. Өзін кінәлады. Мүмкін мен ана болуға лайық емес шығармын деген ой жанын жездей жеді. Сол кезде енесі бөлмеге кіріп келді. Гүлзат басын көтермеді. Енесі үнсіз ғана жанына отырып: «Қызым, жылама. Мен де сендей ана болуды күткен күндерді бастан өткергенмін. Бірақ үмітімді үзбе. Алла әр пендесіне өз уақытында береді» деді. Бұл сөз Гүлзатқа аз да болса жұбаныш болды. Бірақ дәл сол кеште мас болып келген қайын атасы тағы да ауыр сөз айтты. «Мен мына үйде немеренің күлкісін естімейтін шығармын. Жалғыз ұлымның ұрпағын көре алмай кетем бе?» Бұл сөзді естіген Гүлзаттың жүрегі тағы да сыздап кетті. Қайын атасының сол бір ауыз сөзі Гүлзаттың жүрегіне қатты батты. Ол үндемеді. Үндемеген сайын ішіндегі қайғысы көбейе берді. Сол түні ол көз іле алмады. Жұмабек те әйелінің ұйықтамағанын сезіп жатты. «Гүлзат, әкемнің сөзіне бола жыламашы. Ол мас кезде не айтып тұрғанын өзі де білмейді» деді. Гүлзат жай ғана: «Мен ешкімге ренжімеймін. Тек менің қолымнан келмей жүргені жаныма батады» деді. Жұмабек әйелінің құшағына қысып: «Біз тағы да тырысамыз. Үмітімізді үзбейміз». Бірақ өмір оларды тағы бір сынаққа дайындап қойған еді. Бір күні кешке Жұмабектің әкесі үйіне қатты мас болып келді. Түннің ортасында оның жағдайы күрт нашарлап кетті. Жедел жәрдем келгенімен, дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасады. Өкінішке қарай, оны аман алып қалу мүмкін болмады. Жұмабек әкесінен айырылды. Үйдің іші қара жамылды. Гүлзат сол күндері енесінің қасынан бір елі шықпады. Қонақ күтіп, ас әзірлеп, келген-кеткеннің бәріне қызмет етті. Жұрттың бәрі келін баласындай қарап жүр екен деп риза болды. Бірақ уақыт өте келе, енесінің де мінезі өзгере бастады. Жолдасынан айырылған қайғы оған ауыр тиді. Кей күндері ол да арақтан жұтып қоятын болды. Ішкен күндері көңілі босап, шіркін, әкесін немере сүйе алмай кетті деп жылайтын. Гүлзат үндемей тыңдайтын. Ол бұл сөздерге ренжіген жоқ. Өйткені енесінің де жүрегінде жазылмаған жара бар екенін түсінетін. Алайда қайғық мен күйзеліс Жұмабектің де мінезіне әсер ете бастады. Бұрын сабырлы болатын жігіт соңғы кезде жиі ашуланатын болды. Бір күні кешке екеуінің арасында бұрын соңды болмаған ауыр әңгіме басталды. Кешкі ас үнсіз өтті. Енесі бөлмесіне ерте кіріп кетті. Үйде тек Гүлзат пен Жұмабек қана қалды. Жұмабек ұзақ уақыт үнсіз отырды. Алдындағы шайы да суып кеткен. Бір кезде ауыр күрсініп: «Гүлзат, сенімен бір нәрсе сөйлесуім керек», деді. Гүлзат оның жүзіне қарады. «Айта бер». Жұмабек көзін тайдырып әкетті. «Біз 10 жыл болды бірге тұрып келеміз». «Иә». «Бірақ біздің өміріміз тек аурухана мен емхананың арасында өтіп бара жатқан сияқты». Бұл сөзді естігенде Гүлзаттың жүрегі шым ете қалды. Жұмабек сөзін жалғастырды. «Мен де шаршадым. Сен де шаршадың». Бөлмені үнсіздік басты. Бірнеше секундтан кейін Жұмабек әрең дегенде: «Мүмкін ажырасқанымыз дұрыс шығар», деді. Гүлзат естігеніне сене алмады. «Не дедің?» «Мен сені кінәлап отырған жоқпын. Бірақ мен саған бақыт сыйлай алмадым. Сен де менімен жүріп тек жыладың». Гүлзаттың көзіне жас келді. «Сонда 10 жылдық махаббатыңыз осы сөзбен аяқтала ма?» Жұмабек үндемеді. Ол да көз жасын жасырып отырды. «Мүмкін сен басқа адаммен бақытты болатын шығарсың. Ал мен...» деп сөзін аяқтай алмады. Гүлзат орнынан баяу тұрды. Терезенің алдына барып ұзақ тұрды. Сыртта қар баяу жауып тұр екен. Ол артына бұрылмай: «Егер сенің шешімің осы болса, мен ұстап қалмайым», деді. Жұмабектің жүрегі шымырлап кетті. Ол дәл осы сәтте Гүлзаттың қаншалықты ауыр күйде тұрғанын түсінді. Бірақ ешқайсының айтуға батылы жетпеген сөздері көп еді. Сол түні олар бір үйде болғанымен, екеуі екі бөлек әлемде қалғандай сезінді. Ал ертеңіне таңертең Гүлзат күтпеген шешім қабылдады. Ол жұмыстан сұранып, тағы бір рет эко жасайтын клиникаға жалғыз өзі баруға бел буды. Бұл оның соңғы әрекеті болатынын өзі де іштей сезген еді. Ертеңіне таң ата Гүлзат ешкімге білдірмей аудан орталығына жол тартты. Жұмабек жұмысқа кеткен. Енесі үйде қалған. Автобустың терезесіне қарап отырып,
Гүлзат өткен 10 жылын көз алдынан өткізді. Алғашқы үміт, алғашқы сәтсіздік. Бірінен соң бірі үзілген армандар. Соған қарамастан жүрегі, мүмкін осы жолы бәрі басқаша болар, деп сыбырлайтын. Клиникаға келгенде дәрігер Гүлзатты бұрыннан танитын, оның құжаттарын қарап отырып: «Гүлзат, сіз өте көп сынақтан өттіңіз, бірақ үмітімізді жоғалтпағаныңыз дұрыс болған», деді. Гүлзат үнсіз басын изеді. «Дәрігер, бұл соңғы мүмкіндігім сияқты. Егер бұл жолда болмаса, енді қайталамайым». Дәрігер оның көңіл күйін түсінді. «Біз қолдан келгеннің бәрін жасаймыз, бірақ ең бастысы сабыр мен сенім». Гүлзат тағы да барлық тексеруден өтті. Бірнеше күннен кейін эко процедурасы басталды. Бұл жолы ол бұрынғыдай ешкімге айтпады. Тіпті Жұмабекке де толық айтқан жоқ. Оның жалғыз тілегі алдымен нәтижесін көріп, содан кейін ғана күйеуіне айту еді. Үйге келгенде бәрі бұрынғыдай жалғасып жатты. Жұмабек бұрынғыдан да тұйық болып кеткен. Екеуі бір-бірін жақсы көргенмен, араларында көзге көрінбейтін қабырға пайда болғандай еді. Бір күні кешке енесі Гүлзатты ас үйге шақырды. Қолына бір кесе шай ұстатып: «Қызым, саған бір нәрсе айтайын», деді. Гүлзат үндемей тыңдап отырды. «Жұмабек сені жақсы көреді, бірақ ол соңғы кезде өзін кінәлап жүр. Сен ғана қиналып жүрген жоқсың. Ер азамат бәрін ішіне сақтайды екен». Гүлзат тамырқап қалды. «Неге?» Енесі көз жасын сүртіп: «Кеше түнде ол маған: егер мәселе менен болса ше, Гүлзатты бекер қинап жүрмін бе, деп жылады. Мен оны бала кезінен білемін. Ол сыртқа сыр бермейді, бірақ іші қан жылайды». Осы сөзді естігенде Гүлзаттың жүрегі ежіреп кетті. Ол осы уақытқа дейін тек өз қайғысын ғана ойлап келгенін түсінді. Ал дәл сол сәтте телефоны шырылдады. Экранда клиниканың нөмірі тұр екен. Гүлзаттың жүрегі атқақтап кетті. Ол телефонды дірілдеген қолмен көтерді. Дәрігердің алғашқы сөзі оның тағдырын өзгертуі мүмкін еді. Гүлзат телефонды дірілдеген қолмен көтерді. «Алло?» Арғы жақтан дәрігердің сабырлы дауысы естілді. «Гүлзат ханым, бүгінгі талдауымыз дайын болды. Мүмкіндігіміз болса, клиникаға келіп кетіңіз. Өзім сөйлескім келеді». Дәрігердің дауысынан ештеңе аңғару мүмкін емес еді. Гүлзаттың жүрегі одан сайын дүрсілдей түсті. Тағы да сәтсіз болды ма? Ол сол күні-ақ клиникаға жетті. Кабинетке кіргенде дәрігер күлімсіреп қарсы алды. «Отырыңыз». Бірнеше секунд үнсіз отырып, қағаздарға көз жүгіртті. Сосын Гүлзатқа қарап: «Сізді құттықтауға әлі ерте, бірақ алғашқы нәтиже жақсы көрініп тұр. Жүктілік басталғанда ұқсайды». Гүлзаттың көзіне еріксіз жас келді. «Рас па?» «Иә, бірақ өте ерте кезең. Ең қауіпті уақыт әлі алда. Сондықтан қатты қуануға да, қорқуға да болмайды. Өз-өзімізді күтіміз. 2 аптадан кейін қайта тексереміз». Гүлзат басын изеді. Ол кабинеттен шыққан соң дәліздегі орындыққа отырып қалды. 10 жыл бойы армандаған сөзді естіді. Бірақ өткендегі сәтсіздіктер есіне түсіп, қуануға жүрегі дауаламады. Үйге келгенде Жұмабек жұмыстан әлі оралмаған екен. Гүлзат бұл жаңалықты әзірге ешкімге айтпауға шешім қабылдады. «Әлі ерте. Алдымен бәрі дұрыс екеніне көз жеткізейін», деп ойлады. Күндер өте бастады. Ол бұрынғыдан да сақ жүрді. Ауыр жұмыс істемеді. Дәрігердің айтқанын бұлжытпай орындады. Бірақ бір күні кешке енесі Гүлзаттың бөлмесіне кіріп: «Қызым, өңің қашып жүр ғой. Бір жағдай бар ма?» деп сұрады. Гүлзат күлімсіреген болды. «Жоқ апа, сәл шаршап жүрмін». Енесі үндемей басын изеп шығып кетті. Ал дәл сол түні Жұмабек тағы да ауыр әңгіме бастады. «Гүлзат, мен құжаттарды дайындап қойдым». Гүлзат селк ете қалды. «Қандай құжаттарды?» Жұмабек көзін төмен түсіріп: «Ажырасу туралы». Осы сөзді естігенде Гүлзаттың жүрегі шым ете түсті. Ол күйеуіне жүктіліктің алғашқы нәтижесін айтуға оқталды. Бірақ дәл сол сәтте тоқтап қалды. Егер бұл жолда сәбиім дамымай қалса ше? Ол үнсіз қалуды таңдады. Ал Жұмабек оның үнсіздігін мүлде басқаша түсінді. Гүлзат түні бойы көз іле алмады. Жұмабектің құжаттарды дайындап қойдым деген сөзі құлағынан кетпей қойды. Ал жүрегінің түбінде бір ғана құпия бар еді. Мүмкін менің ішімде біздің көптен күткен сәбиіміз өсіпке қорықты. Өйткені осыған дейін де 2 рет дәл осылай үміттеніп, кейін дәрігердің
Өкінішке қарай даму тоқтап қалыпты деген сөзін естіген еді. Сол себепті бұл жолы ешкімді де, өзін де бос үмітке сендіргісі келмеді. Арада бірнеше күн өтті. Жұмабек бұрынғыдан да тұйық болып кетті. Екеуі бір үйде тұрса да, бұрынғыдай сырласпайтын. Бір күні кешке Гүлзаттың телефоны тағы да шырылдады. Клиникадан хабарласыпты. Ертең бақылау тексеруіне келуді ұмытпаңыз. Телефонды қойған соң, Гүлзаттың жүрегі тағы дүрсілдей бастады. Ертеңгі күн оның өміріндегі ең маңызды күндердің бірі болатынын сезді. Ертесіне таңертең ол ешкімге ештеңе айтпай, клиникаға жол тартты. Дәрігер барлық тексеруді мұқият жүргізді. Экранға ұзақ қарап отырды. Гүлзат дәрігердің жүзінен ештеңе аңғара алмады. Бірнеше минуттан кейін дәрігер оған күлімсірей қарады. Құттықтаймын, Гүлзат. Жүктілік дұрыс дамып келеді. Қазір бәрі жақсы көрініп тұр. Бірақ өзімізді өте мұқият күтіміз. Гүлзаттың көзіне жас үйірілді. Ол орнынан тұрып: шынымен бәрі дұрыс па? Иә, бірақ алғашқы 3 ай өте жауапты кезең. Сондықтан уайымдамай тынығып, дәрілеріңізді уақытында қабылдаңыз. Клиникадан шыққан Гүлзат Аллаға сан рет шүкіршілік айтты. Бірақ ол бұл қуанышты да үйіне барып бірден айта алмады. Жұмабектің ажырасу туралы сөзі әлі де жүрегін ауыртып тұр еді. Кешке қарай Жұмабек жұмыстан келді. Үйде ауыр үнсіздік орнады. Бір кезде ол қалтасынан бірнеше қағаз шығарып, үстелдің үстіне қойды. Гүлзат, мен саған қиындық қана әкелген шығармын. Бірақ саған өтірік өмір сүргім келмейді. Гүлзат оның сөзін бөлді. Жұмабек, менің де саған айтар бір жаңалығым бар. Жұмабек алғаш рет әйелінің көзіне тіке қарады. Ол не айтарын білмей үнсіз қатып қалды. Бұл жаңалық олардың тағдырын бір сәтте өзгертуі мүмкін еді. Жұмабек үстелдің үстіндегі қағаздарға қарап үнсіз отырды. Гүлзат оның жанына келіп, баяу ғана: Жұмабек, менің саған айтар бір жаңалығым бар. Жұмабек басын көтерді. Қандай жаңалық? Гүлзаттың көзіне жас келді. Мен жүкті болдым. Жұмабек бір сәтке қатып қалды. Не дедің? Бірақ әлі бәрі алда. Дәрігер алғашқы 3 ай өте қауіпті деді. Сондықтан саған айтпай жүрдім. Егер тағы бірдеңе болып қалса, тағы да екеуміз күйзелеміз деп қорықтым. Жұмабектің қолындағы ажырасу туралы қағаздар жерге түсіп кетті. Ол үнсіз келіп, Гүлзатты құшақтап алды. Екеуі де ұзақ уақыт ештеңе сөйлей алмады. Сол күні Жұмабек ажырасу туралы арызды өз қолымен жыртып тастады. Кешір мені, Гүлзат. Мен қиындыққа шыдай алмадым. Бірақ сен ешқашан жалғыз болған емессің. Бұдан былай қандай сынақ болса да, бірге өтеміз. Гүлзат басын оның иығына қойды. Бірақ сынақ әлі біткен жоқ еді. Алғашқы 3 ай өте ауыр өтті. Гүлзат үйден көп шықпады. Дәрігердің әр сөзін бұлжытпай орындады. Әр тексеруге барғанда екеуінің де жүрегі дүрсілдеп тұратсын. Бір күні дәрігер УДЗ-ны қарап отырып күлімсіреп: сәбидің жүрегі жақсы соғып тұр. Дамуы өз мерзіміне сай. Енді Алла қаласа, бәрі жақсы болады. Осы сөзді естігенде Жұмабек алғаш рет емхана дәлізінде көз жасын тия алмады. Ол дәрігерге қайта-қайта алғысын айтып: біз бұл күнді 10 жыл күттік, деді. Сол күннен бастап олардың үйіне үміт қайта оралды. Енесі де немере күтіп жүргенін сезгеннен кейін ішімдікті мүлде қойды. Күн сайын келініне ыстық тамақ әзірлеп, ауыр жұмыс істетпейтін болды. Жұмабек те бұрынғыдай емес. Жұмыстан кейін бірден үйіне асығатын. Гүлзатқа: енді сен екеуімді қорғау менің ең үлкен міндетім дейтін. 9 ай өте баяу өткендей көрінді. Ал толғақ басталған күні Жұмабек бұрынғыдан да қатты қобалжыды. Түнгі сағат 3 шамасы еді. Гүлзаттың толғағы басталды. Жұмабек бірден перзентханаға алып келді. Көлік ішінде екеуі үнсіз отырды. Кек Жұмабек Гүлзаттың қолын қатты қысып: аз қалды. Біз осы күнді 10 жыл күттік, деді. Гүлзат көз жасын сүртіп күлімсіреді. Алла жар болсын. Бірнеше сағат Жұмабек үшін бір ғасырға тең болды. Ол дәлізде ар-бер жүріп, қайта-қайта сағатына қарай берді. Жүрегі тыныштар емес. Осы 10 жылдың әрбір сәті көз алдынан өтті. Алғашқы үміт, алғашқы сәтсіз эко, даммай қалған жүктіліктер, әкесінің қазасы, анасының қайғысы, өзінің әлсіздік танытып ажырасайық деген күні. Бәрі көз алдынан кино лентасында өтті. Кенет есік ашылды. Дәрігер күлімсіреп шықты. Құттықтаймын,
Анасының да, ұлдарыңыздың да жағдайы жақсы. Жұмабек тізерлей отырып, екі қолмен жүзін басты. Көзінен аққан жасқа өзі де ие бола алмады. Шүкір, мың шүкір. Бірнеше сағаттан кейін оған ұлын алғаш рет қолына ұстауға рұқсат берілді. Кішкентай ғана сәби көзін жұмып, әкесінің құшағында тыныш ұйықтап жатты. Жұмабек сыбырлап: «Балам, сен бізді 10 жыл күттірдің. Бірақ сен үшін күткен әр күнімізге өкінбеймін». Палатада жатқан Гүлзат бұл сөзді естіп үнсіз жылады. Бұл жолы қайғыдан емес, бақыттан. Арада 40 күн өтті. Үйге азан шақырып ат қойылды. Қара шамырақта бұрын соңды болмаған қуаныш орнады. Сәбидің тәтті күлкісі бүкіл үйді жаңғыртып тұрды. Енесі немересін тербетіп отырып: «Баламның арманы орындалды. Әкесі көрмесе де, әулеттің шамы сөнбеді» деп көзіне жас алды. Ал Гүлзат бесіктің қасында отырып, 10 жыл бойы көрген қиындықтарын есіне алды. Сол сәтте ол бір ғана нәрсені анық түсінді: үміт үзілмеген жерде ғажайып та таусылмайды. Бұл әңгіме өмірде сәби күтіп жүрген, үмітін үзбей жүрген барлық отбасына арналады. Әр шаңырақтан сәби күлкісі естілсін. Осындай шынайы өмірден алынған әсерлі аудио әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, арнамызға жазылып, бейнеге лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге жаңа әңгімелер дайындауға үлкен күш береді.